Биылғы жылға көп жиі кездесетін түрі ол банк қызметкеріміз деп звондайды, хабарласады. Өздерін банк қызметкерін ретінде таныстырады, болмаса ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері деп таныстырады. Алаяқтарға қалдым делік. Және ол ақша қайтқан жоқ маған. Мен банк қызметкерлері алдында, жалпы банк алдында қарыздар болып қалам ба? Алматы қаласына барып, жаңағы баланы шығарсақ, студент бала өзінің есеп шотын біреуге 50 мың теңге сатып жіберген. Енді бір банктен ашпаған, 4 банктен ашқан. 4 банктен есеп шот ашады да, және бір есеп шот, ода жаңағыда дроп деген ол жаңағы өзіне тиесілі есеп шотты алып біреуге сатып жіберу. Өзіне бір пайда көру мақсатында сатып жіберген адамдарды біз дроп дейміз. Ол жастарға айтарымыз енді біліп жүрсе есеп шоттарын қазір соңғы бір-екі жылда сол не болып кетті. Қатты қарқынды дамып кетті да. Қазір студенттердің бәріне барсаң, бәрі біледі. Солай ақша болады екен. Мысалы, Каспи арқылы біз сотталмаған туралы қағазды ала аламыз. Анықтама барлығы, иінім бар, басқасы бар. Түгел ақпаратым мен бір корзинада сақталып тұр. Және оны сол жақта жұмыс істейтін бір адам көре алады. Қаншалықты ол дұрыс? Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біз киберқылмысқа қарсы басқармасының аға жедел уәкілі, полиция капитаны Абдрахимов Ернат Серікханұлымен бірге киберқылмысқа қатысты, интернет алаяқтыққа қатысты әңгіме өрбітетін боламыз. Қайырлы күн, қош келдіңіз. Қош көрдік. Сізді жалпы студиямызға көргенімізге қуаныштымыз, өте қатты. Жалпы киберқылмысқа қарсы басқарма дейтінді алғашқы рет естуім. Қашаннан бері ашылды бұл? Дұрыс айтасыз. Осығанға дейін бізде барлық облыс аймақтарында киберқылмысқа қарсы басқарма болмаған. Біз жеке криминалдық полиция басқармасында топ болып саналатын болғанбыз. Биылғы жылғы Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігімен әрбір облыста киберқылмысқа қарсы басқармалар ашылды. Киберқылмысқа қарсы басқармаға IT мамандары шақыртылды. Сонымен қоса ең дайындығы жоғары деңгейдегі қызметкерлер жұмысқа қабылдады. Қанша адам қазір? Қазіргі таңда біздің Жетісу облысы басқармасында 7 адам қызмет атқарып жатырмыз. Осы именно интернет алаяқтыққа қарсы қылмыстарды ашу мақсатында жұмыс істеп жатқан жайымыз бар. Жалпы интернет алаяқтыққа қарсы қандай мамандар жалпы айналысады? Өйткені алаяқтықтың түрлері өте көп қой бізде. Дұрыс айтасыз. Енді қазір өзіңіз айтып отырғанда интернет алаяқтыққа қарсы қандай мамандар? Енді интернет алаяқтық дегеніміз ол өзі сөзі сұраққа жауап беріп тұр. Интернет аясында болатын, интернет желісін пайдаланып отырып жасайтын қылмыстар. Соның ашу мақсатына жұмысқа тартылған қызметкерлердің көбісі осы бағдарламаларды қабылдап, оны өзінен сіңіріп өткізе алатын, немесе компьютерлік техникаларды жақсы меңгерген мамандар алынды. Енді 100% сондай емес десек те арасында сондай балалар тартылды жұмысқа. Жоғарғы сападағы жалпы интернеттің сыр-қырын білетін адамдар жұмыс істейді. Солай. Жетісу облысында қандай интернет алаяқтықтың қандай түрлері қатты дамыған мошенничество? Енді мен қысқа нұсқа айтып кетейін. Енді осы 4 айлықтың қорытындысы бойынша қазір бүгінгі күнге дейін біз өзіміздің статистикамызға сай 190 интернет алаяқтық тіркелді. 190. Оның түрлері әртүрлі. Қазір толығырақ мен сізге жеке әрбіріне тоқталып өтем. Енді былтырғы жылмен қарағанда осы 190 қылмыстық іс былтырғы жылмен қарағанда 29%-ға өсім біз байқап отырмыз. Интернет алаяқтығы жылдан жылға өсіп жатыр. Енді өсуіне қарамастан біздің басқарманың күшімен, полиция департаментінің қызметкерлерінің күшімен көптеген іс-шаралар жүргізуінің арқасында осы күні сол 190 қылмыстың шамамен 49.5% ашылуы болып тұр қазір. Десек те дәл ортасына дейін ашу санаты болып тұр қазір бізде. Енді түрлерін айтатын болсақ, түрлері өте көп. Енді жиі кездесетін. Қазіргі осы биылғы жылға көп жиі кездесетін түрі ол банк қызметкеріміз деп звондайды, хабарласады. Өздерін банк қызметкерін ретінде таныстырады, болмаса
ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері деп таныстырады, банк қызметкерлерінің өзіндік қауіпсіздік қызметі деп таныстырады. Енді мысалға бірінші сол банк қызметкерімін деп таныстырып қана қоймайды, оның арасына банктың менеджері болып хабарласады. Бірнеше адамнан құралған топтармен жұмыс істейді бұл кісілер. Бір адамды алдап арбау үшін жан-жақтан жаңағындай қоңырау шалып, адамды тез шатасуына әкеп соқтыратын іс-әрекеттер жасап, сондай бірінші түрі. Екінші түрі мына қазіргі біздің өзіміздің қолданатын сим карталарымыз. Мысалы сізге хабарласады да айтады, сіздің ұялы телефоныңыздың сим картасын бүгін мерзім өтті. Қазір осының мерзімін создыртпасақ, сіздің ұялы телефоныңызды өшіреміз дейді, сим картаңызды өшіреміз дейді. Әлбетте. Еңіңізді айта қойыңызшы. Әлбетте, енді қазіргі заманның бәрі осы ұялы телефонға байланысты болғаннан кейін енді жаңағындай электронный кошелегіңіз бар өзіңіздің, сол ұялы телефонға байланысты болғаннан кейін көп адамдар осыған ілініп қалады да, сол кісінің арбауына, алаяқтардың арбауына ілініп қалады да. Сізге қазір смс код келеді дейді, мен оны электронный сим картаны продлевать етемін, соны созып тастаймыз, ары қарай сіз сол сим картаңызды пайдаланып жүре бересіз дейді. Сіз смс кодыңызды айтасыз, сіздің атыңыздан уже бірнеше банктен жаңағындай несие алып тастайды, болмаса есеп шотыңыздағы ақшаны шешіп алады, сондай әрекеттерге барады. Енді үшінші түрі бұл қазір электросеть қызметкеріміз дейді, сізге тағы да біз қазір онлайн тексеріс жүргізіп жатырмыз. Сіздің жаңағындай жұмсап жатқан электр қуатыңыз біздің электр қуатымен сай келе ма, келмей ма тексеріп жатырмыз. Сол бағытта қазір сізге смс код келеді, подтверждение жасаңыз. Сондай түрлі өздерінің қитырқы әрекеттері бар. Көбінесе осылай алданады. Бұрын алаяқтар бар ақшаңды ұрлаушы еді, қазір жоқ ақшаңды кредитке тығып тұрып спортсеріп алады. Ол жағыңыз да дұрыс. Ал ол алаяқтарға алданып қалған адамдардың қаражаттары қанша қаражат қайтып үлгерді осы уақытта? Өте орынды сұрақ. Енді биылғы жылды мына жыл басынан бастағанда жаңағы мен айтып өттім ғой, 190 қылмыстық іс тіркелді деп. 190 қылмыстық іс дегеніміз ол 190 жәбірленуші адам. Сол 190 жәбірленуші адамның осы күнге дейін 571 миллион 173 мың 699 теңге материалдық шығын келтірілген. Бізде биылғы жылы мемлекеттің, әкімдіктің қолдауымен және де басқа мекемелердің қолдауымен антифрауд деген платформа ашылған болатын. Бұл антифрауд платформасы бізге өте қолайлы, өте тез жұмыс істеуге көмек беріп жатыр. Сол антифрауд платформасында бізде елімізде қандай банк бар, сол банктың өкілдері отырады, прокуратура қызметкері отырады, біздің полиция департаментінің қызметкерлері отырады. Сол кісілер жаңағындай қылмыстық іс тіркеледі, ол кісінің есеп шотынан кеткен ақшаны біз анықтау мақсатында сол платформаға саламыз. Бізге қай банктен кеткен банктың өкілдері кері хабар береді. Есеп шоттан қай есеп шотқа кеткенін бәрін тез арада көріп, тоқтатуға мүмкін соманы тоқтатқанның өзі осы күнде жаңағы айтылған материалдық шығын 84 миллион 630 мыңы жәбірленушіге қайтарылды. Қалған 400 миллионы? Енді шамамен бұл алаяқтардың да енді олар да ештеңкеден қалысып қоймайды. Бізде осындай платформа ашылған олар да біледі. Енді біз практикамызда білеміз, есеп шотқа түскен ақша кемінде 3-4 минутта электронды кошелекпен криптовалютаға, болмаса жаңағындай Bybit платформаларында, басқа да жаңағындай электронный монеталарға ауыстырылып кетіп жатқан жайы бар. Көбіне қанша жастағы адамдар түсіп қалып жатады ондай алаяқтыққа, алданып қалып? Енді біз өзіміз жұмыс барысында статистика жүргіземіз. Сол статистика жүргізу барысында жәбірленушілердің жас мөлшерін шығарамыз. Шығарғанда көбінесе орта буыннан жоғары кісілер көп алданады. Неге десеңіз, бұның себебі. Енді сіз бен біз 21 ғасырдың адамдарымыз, енді технологияны, техниканы меңгеріп үйренгенбіз. Интернет желісінде қалай жұмыс істеу керек екенін білеміз. Орта буыннан жоғары кісілер, бұл кісілер көбіне ұялы телефонмен қалай пайдалану керек, өзінің ақпараттарын қалай сақтау керек, басқа да бір интернет желісінде, интернет дүкеніне, болмаса жаңағындай парақшаларға кірген кезде өзінің
ақпараттарын тастап сол жерге ұмытып кетеді. Сол себепті енді көбіне қазір енді біз өзіміз статистикамызды жүргізудің барысында орта буыннан жоғары кісілер код айтыңыз десе құдай деп айта салады. Иә, сондай примерно. Жалпы мен мысалы 80 миллион теңге, 80 демей ақ қояйын, енді 5 миллион теңге болсын, алаяқтарға алданып қалдым делік. Және ол ақша қайтқан жоқ маған. Мен банк қызметкерлер алдында, жалпы банк алдында қарыздар болып қалам ба? Иә, енді қараңыз, егер сіз 5 миллионға алданған жағдайда, сіз бірінші Талдықорған қаласы болмаса Жетісу облысы полиция департаментіне болмаса Талдықорған қаласы қалалық полиция басқармасына барып арызданасыз. Сіздің алданғаныңызды растайтындай қылмыстық іс қозғалады. Қылмыстық іс қозғалады да тергеу амалы басталады. Тергеу амалы басталған кезде біз сізге сізді жәбірленуші ретінде танығаны жайлы не береміз? Іс құжат береміз. Сол іс құжатты сіз алып банк өкілдеріне алып барып көрсетіп, сізге атыңызға алынған несиелер тоқтатылады. Енді мүлдем алып тасталынбайды, но уақытылымен тоқтатады. Неге десеңіз, тергеу амалы біткенге дейін тоқтатылады. Сіздің жаңағыдай пенясы өспейтіндей қылдырып, өсімі өсіп кетпейтіндей қылдырып тоқтатылады да біз жаңағы өзіміздің жаңағы айтылып жатқан платформалар арқылы тексеріп, енді ол былайша айтқанда заңдылығы ғой. Сізден кеткен ақша әлбетте біреудің есеп шотына түседі. Ол есеп шот біздің Қазақстан Республикасының азаматы. Сол түскен есеп шот түскен адамды біз жеке тапсырма жолдаймыз. Ол практикамен белгілі, бізде басқа облыстың адамдар болады. Мысалға, Батыс Қазақстан облысында алданған адамдарға есеп шоттарын көбіне жаңағы Шығыс Қазақстан облысынан алады. Чтоб алыс қылдырады арасын, пока разбираться етіп, пока күш алып біткенше, ол кісілер ақшаны шешіп үлгеру керек. Сондай мақсатпен сөйтеді. Біз енді жаңағы антифрод платформасы арқылы білеміз, тез арада енді 10 минутқа жеткізбей біз есеп шоттың есін шығарамыз. Оның жаңағы ішкі істер министрлігінің несінен ақпарат аламыз, қай жердің тұрғыны, қай жерде тіркелген. Сол облыстың полиция қызметкерлері, ол жақта біздің жаңағы айтылғандай кибер қылмысқа қарсы басқарманың қызметкерлері бар. Біздің бәріміздің өзіміз ортақ топтарымыз бар, отырып сөйлесіп ақылдасатын. Сол кісілерге шұғыл түрде жеке тапсырма жібереміз. Ол кісіні алып шығып есеп шотын кімге берген, қалай берген, не мақсатта берген, соны анықтап, былайша айтқанда тез жұмыс жасауға көп көмегін тигізіп жатыр. 100 миллионға жуық теңге қайтарылды дедіңіз, алаяқтарға алданған. Ал 400 миллион теңге қалып қойды ғой. Олар қазір сол тұрғындар жалпы банк алдында қарыздар ма, сонда банкке өтеп жатыр, Енді қараңыз, бұл жаңағы есеп шотына түскен адамды, мысалы біз көбіне ол кісілер өздері алданып қалады. Мысалы сіз өзіңіздің есеп шотыңызды алаяқтарға алданып беріп қойдыңыз. Бірақ ешқандай сізде өзіңізде ой болған жоқ, алаяқтармен қосылып біреуді алдау жайлы. Сіз өзіңіз алданып қалдыңыз, бірақ сіздің есеп шотыңыз беріп қойдыңыз. Енді ол сіздің өзіңіз кінәңіз. Неге десеңіз, есеп шотқа мемлекеттің алдында полностью жаңағыдай ответственность өзіңізде ғой. Сол есеп шотыңызды берген үшін бізде қазір жоғарғы сотта осындай практика жүріп жатыр қазір. Азаматтық сотпен сізге түскен ақшаны өндіріп алу жайлы. Бірақ оны өндіріп алу үшін сіздің қолыңызда жаңағы біз полиция қызметкерлері берген іс құжат қағаздарыңыз болу керек. Сіз расымен де алаяқтарға алданғаныңыз жайлы, сіздің арызыңыз бойынша қылмыстық іс қозғалған жайлы толыққанды деректер көзі болған кезде сіз өзіңіздің кеткен ақшаңызды түскен адамнан өндіріп алуға құқығыңыз бар. Енді уақыт алады десек те, осы күні мысалға 5 миллионға алданып, жаңағы 2,5 миллион шұғыл түрде біз тоқтатып үлгердік, тәркілеп үлгердік. 2,5 миллион мысалы кетіп қалды, басқа шоттан басқа шотқа кетіп қалды. Бірақ кеткен ақшалай қаражатын ол ақша түскен есеп шоттың иесінен өндіріп алып жатқан адамдар осы күні бар. Бірақ азаматтық түрде, азаматтық сотқа жүгініп, сол жақтан өндіріп алуымызға да болады. Түсінікті. Жалпы айтып отырмыз ғой, дамып жатыр, жалпы интернет алаяқтық дамып жатыр, өсіп жатыр. Оларға көбіне алданбас үшін қандай шаралар қолдану қажет? Алдын алу үшін не істеп жатырмыз қазір? Алдын алу үшін енді
ең бірінші енді осы сіздердің шақыртуларыңыздың арқасында, қонақ болудың арқасында енді халыққа да айта кетейін. Ең бірінші, қандай жағдай болмасын, ол кісілер бет-бет кездесіп алдамайды ешқашан. Ұялы телефонмен қандай жағдай болмасын, ол банк қызметкерімін десін, ол тіпті ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерімін десін, ол полиция қызметкеріміз деп те хабарласатын кездер болады. Барлықтарыңызға айта кетейін, полиция қызметкерлері болмаса құқық қорғау органдарының қызметкерлері ұялы телефонмен хабарласып шақырмайды. Естеріңде болса, ол шақырту қағазын жолдайды сіздің мекен жайыңызға. Болмаса SMS арқылы, қазір заңда да қарастырылған, SMS арқылы қылмыстық істің нөмірін белгілеп, өзінің аты жөнін, ұялы телефонын белгілеп сізге шақыртып жібереді. Қандай жағдай болса да хабарласқан кезде мұқият болу. Егер банк қызметкерім десе, ол мен де өзімді дополнительно өзім сұрағым болса, банкке барып өзім білем, ұялы телефон тастай салу керек. И ең бір айта кететін жағдай, көбіне бұл кісілер орыс тілде сөйлейді. Иә. Неге десеңіз, бұл алаяқтардың көбісі енді қазіргі таңда енді Ресей Федерациясынан, Украина мемлекетінен, сол жақтардан жаңағыдай қоңыраулар келеді ғой. Көбінесе орысша сөйлейді ол кісілер. Сол қазақша жауап берсеңіз, ол болды уже. Өзінің аты жөнін, жаңағыдай SMS код айт деген кезде жаңағыдай жасырын кодтарды айтпау керек. Иә. Адамға хабарласып нетеді ғой, қалай айтсам болады, шұғыл сондай бір асығыстық танытады олар. Тез жасау керек бәрін. Сондай кезде ол кісілердің алдап арбауына көнбей, манипуляцияға берілмей, тиянақты ойланып барып іс-әрекет жасаған дұрыс деп ойлаймын. Бір енді өзімнің советім енді. Бізде мынандай оқиға болды әріптесімде. Оның жеке суретін әлеуметтік желіден алды және WhatsApp желісі бойынша таныстарына жаза бастады. Маған 5000 теңге единица салып жібер, осындай номерге осынша ақша салып жіберсең деп. Алаяқтар ғой жаңағы. Біз полиция басқармасына жалпы жүгіндік. Ол кісілер келді, жалпы не алды, қолхат, түсініктеме алды. Бірақ еш нәрсе жасай алған жоқ. Жаңағы WhatsApp номері апта сайын авасы ауысып тұрады, суреті. Сөйтіп сұрауын жалғастыруда. Ол кісіні таба алған жоқ. Енді сұрағыңыздың түбін түсіндім. Енді бізде полиция қызметкерлері көп нәрсені ашығынан айтып жариялай алмаймыз. Неге десеңіз, біздің күнделікті істейтін жұмысымыздан бөлек басқа да құпия жұмыстарымыз бар. Оны каждый енді көп нәрсені айта алмай кеткен ғой сізге, примерно өзіммен ұққаным. Десек те, егер ол ұялы телефон Қазақстан Республикасының аумағында істеп тұрған болса, ол баланы табу, былайша айтқанда, жұмыс барысында табу мүмкін. Егер ұялы телефонды басқа мемлекетімізден тыс жерде істеп тұрған жағдайда, енді өзіңіз де түсінесіз, ол жаққа біз официально Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігі арқылы запрос жасатып, сондай өзінің шаралар бар. Бірақ енді дұрыс жағынан айтып жеткізе алмаған ғой сіздерге. Негізінде оны адамды тауып, анықтауға мүмкін дүние ол негізінде жалпы. Күнделікті ондаймен кездесіп жатырмыз ғой. Көбіне енді мысалы басқа елдікі болып тұрады. Енді 100% олай деп айтамаймын. Енді где-то бар 30% басқа елді мекендерден хабарласады. Енді мысалы сіздің жаңағы айтып жатсыз, интернет желісіндегі сіздің өзіңіздің сайтыңыздан сіздің суретіңізді алады, парақшаңыздан. Сол парақшаңыздағы суретті дәп сіздің контактіңізде сохранить етілген адамдарға жібереді. Қалай мысалы өзіңіз ойласаңыз. Көбіне негізі жау алыстан келмейді ғой. Біз енді былай қараймыз, таныстары сөйтіп жасайды. Дос балалары, бізде ондай ашылған қылмыстар бар негізі. Сөйтіп келген, менің суретімді пайдаланып, WhatsApp арқылы адамдарға жолдап, мен атынан ақшалай қаражат қарызға сұрап, енді 3-4 ағайын туысым сал жерді деген кездер болды. Сол кісілермен жұмыс істеп, ақыры сол өзінің таныс достары болып шықты ғой соңында. Ондай да фактілер болған.
Тағы қандай жалпы қызықты оқиғалар бар, қандай қомақты қаржыны ұстап қалуға атсалыса алдыңыздар деген сияқты? Енді біз осы Жетісу облысының полиция қызметкерлерімен былтырғы жылы қылмыстық іс тіркелді. Қылмыстық іс тіркелді. Біз енді қылмыстық іс тіркелгеннен кейін жәбірленушінің сөзінен кетеміз арға жалғастырып. Жәбірленушінің сөзінен тыңдаймыз, барлық түсініктемесін, сұрақ жауабын аламыз. Сол кезде жаңағындай өзіміз бағдарламаларды пайдаланып есеп шоттың иесін білдік. Сол жәбірленуші кетпей екінші жәбірленуші келеді. Ол кісі де арызын жазады, арызында толыққанды екі жәбірленушіге де екеуіне де бірдей бағытта алаяқтық іс-әрекеттерін істеп кеткен. Және де бұл жерде бір қызығы, екі жәбірленушіден кеткен ақшаның түскен жері бір адамға түскен ғой. И бізді бұл қызықтырды. Адамды тексерсек, негізі Батыс Қазақстан облысының адамы қазіргі таңда Алматыда тіркеуде тұр екен. Мекен жайы Алматыда шығып тұр. Уақытша тіркеу орны деп. Біз сол күні шұғыл түрде басшы құрамның нұсқауымен Алматы қаласына бардық. Алматы қаласына барып, жаңағы баланы шығарсақ, студент бала. Өзінің есеп шотын біреуге 50 мың теңге сатып жіберген. Енді бір банктен ашпаған, 4 банктен ашқан. 4 банктен есеп шот ашады да, және бір есеп шот, ода жаңағыда электронды амиян, крипто кошелек дейді. Сонда 5 есеп шот ашып беріп 50 мың теңге, каждый 10 мың теңге сатып жіберген. Біз сол баланы шығарамыз, ол баламен жұмыс істеп, ол бала айтады, енді мен де алданып қалдым. Бірақ енді алданғанда да бұл жерде енді заңсыз әрекет жасап отыр ғой, өзінің есеп шотын сатып жіберген білмейтін адамға. Сол баланың сұрақ жауабымен біз Қарағанды облысына дейін, сол Алматы қаласынан Қарағанды облысына дейін барып, сол жақта жедел іздестіру іс-шарасын өткізіп, Қарағанды қаласынан біз жаңағыдай қылмыстық топ ұстаған болатынбыз. Қазіргі таңда осы міне биылғы жылдың басынан сотқа жолданды. Общий Қазақстан бойынша 227 факт алданған адамдар, сол кісілерге алдаған адамдарды ұстадық. Енді біз есеп шотын тексеру барысында келтірілген материалдық шығын 130 миллион. Ол ұсталған балаларды Қарағанды облысынан алып келіп, осы жақта уақытша ұстау изоляторына жабылды. Олардың сол қылмыстық істеу барысында тапқан ақшасына бұлар өте қымбат автокөліктер алып тастаған. 3 автокөлікті тәркіледік. Қазіргі таңда біздің жаңағы неде тұр? Уақытша көлік несінде сақтау орнында тұр. Енді қазір соттың шешімімен өздерінің жазаларын алып, жаңағы тәркіленген автокөліктер, ол енді қылмысты жасаған, ақшаға алынды деген өздері сұрақ жауабында сөйтіп беріп отыр. Сол қылмыстық жолмен тапқан ақша алдық деп, сол автокөліктерді жаңағы материалдық шығын өтеуіне өздері сол дайындап отыр. Жаңағы күдікті тұлғалар. Жалпы басқа облыстан шығып қалады деп жатырмыз. Ал Жетісу облысындағы интернет алаяқтар саны болжаммен қанша? Интернет алаяқтардың? Иә, жалпы қаншалықты жиі кездеседі Жетісу облысынан болып шыққаны? Енді бізге басқа облыстан келіп, осындай күдікпен осындай адамды іздеп жүрміз деп келеді. Біз ол кісілерге енді өзіміздің әріптесіміз ретінде көмек көрсетіп, енді қалам жолын білеміз деген сияқты көмектесеміз. Енді бір 3-4 мәрте келген кездер болды. Былтыр Инстаграмда өздеріңіз білетін шығарсыздар. Қаратал шағын ауданында подъезде сотрудниктерді видеоға түсіріп, жолын жөнегіне бәленбай ақшаны тізіп қойып тәркілеп жатқан кезі көрген шығарсыздар. Ол негізі Қарағанды облысының қызметкерлері. Осы жаққа келіп, бізде бір күдікті тұлға өзі Инстаграм желісінде парақша ашқан, төмен бағада iPhone ұялы телефондарын сатамыз деп. Сөйтіп өзіне клиенттер жинайды, клиенттерден алдын ала төлемақы алады, сізге айтады, мұны жібердік, доставкасымен ол барғанда 10 күнде жетеді деп. Сол 10 күн ішінде алданған адамдардың арызымен келіп, ол жақтан сол баланы ұстаған болатын. Енді ол бала ол кезде, сол өз алдап жүрген кезінде
жасы 17-те болған. Ой. Кәмелетке толмағанына байланысты ол баламен толыққанды тергеу амалдарын өткізу болмады да 18-ге толғаннан кейін Қарағанды облысының қызметкерлері ол баланы кәмелет жасқа толуына орай Қарағанды облысына апарып тергеу амалын жалғастырып сол арызданушылардың арызымен сотқа барып ол кісі заңның алдында өзінің жазасын алған болатын. Ал 18-ге толмаған болса, ол баланы жалпы болмай ма? Болады енді, бұл жерде қылмыстың ауырлығына байланысты ғой. Бізде қылмыс енді жаңағындай ауыр қылмыс болса, өзі заңда қарастырылған, ауыр қылмыс болса, оны енді кәмелетке 16 жастан басталады негізі ауыр қылмысқа жазаға тарту. Енді бұл жерде ондай аса ауыр қылмыс болмағанына орай енді ол баланы ата-анасының қатысуымен өткізді тергеу амалдары. Кейіннен шақыртқан кезде бұл бала бірлесіп, по-моему, бара алмады, отбасылық жағдайына байланысты. Кейіннен Қарағанды облысының полиция қызметкерлері келіп тергеу амалдарын жалғастырып сотқа жөнелткен болатын. Сол істі енді сол сияқты кеп тұрады енді басқа облыстың қызметкерлері. Бірақ десек те күнделікті алаяқтық істеп өмірін сүріп жүрген біздің Талдықорғанда ондай адамдар аз. Қазір жоқ та шығар енді. Неге десек, біз енді өзіміздің жұмыс барысында күнделікті тексеріс, мониторинг жасаймыз. Интернет желісінде кім қандай парақшамен жұмыс істеп жатыр, кім өтірік парақша ашып нетіп жатыр, сауда жасап жатыр деген сияқты. Қазір халықта қараңғы емес қой. Өзі бір алданған парақшаларды бізге уже полиция департаментіне жолдап отырады. Осындай парақшаны көрдік, жаңағындай тексеріп беріңіздерші. Бір товарға заказ қабылдап, артында ақшасын алып, ешқандай затты жолданбаған жайлы анықталғанда біз ол жаңағы сайттың ашқан адамын кім пайдаланып жүргенін анықтау жұмысын жасап тексереміз. Сондай қызмет. Демек, бізде Талдықорған қаласында, жалпы Жетісу облысында аса үлкен алаяқтық жасайтын адамдар жоқтың қасы. Қазір осы уақытта ондай практикамызда кездескен жоқ. Енді жаңағы біз Қарағанды облысынан ұстап алып келген топ, қылмыстық топ 5 баладан тұрды. 5 баладан тұрды, оның 4-еуі ұсталып, 1-еуі Ресейге қашып кеткен болатын. Ресейде қашып жүрген жерінен біз іздеу жариялап, қазір таңда ол ұсталды ол бала. Ресей Федерациясының қызметкерлері ұстады. Сонымен қазір жаңағы Генеральный прокуратура арқылы біз қағазын жолдап, тиесілі құжаттарын беріп қойдық. Қазір ол баланы бері қарай депортация жасау сол жүзеге асып жатыр. Ол балада келеді, енді келгенде 5-еу істеген қылмыс болғаннан кейін қазіргі таңда біз 75 факт осы жылдың басында бір жолдаған болатын сотқа. Міне осы күні кеше 38 факт алаяқтық істеген алаяқты сотқа жолдадық тоже. Барлығында қылмыстық топ. Орысша айтқанда организованный преступный группа ғой. Әр қайсының өзінің рөлі болған. Біреулер жаңағындай есеп шоттың есін тапқан. Біреулер сайт ашып, сол сайтты орысша айтқанда раскручивать еткен. Таргетке тығады, оны рекламировать етеді. Клиентский база жинайды ғой. Клиентский база жинап, енді бірі жаңағы электрондық жаңағы криптообменниктарда жұмыс істеген. Каждый қылмыскердің өзіндік рөлі болған. Сол қазіргі таңда сотқа жөнелтілді, енді шешімін күтіп отырық. Шешім қандай шығады екен? Жалпы көбіне жастар қазір микрокредиттерге қатты батып кеткен. Микрокредиттер алады. Жалпы мына қаламыздың бұрыш-бұрышында, төңірегінде тұр ғой жалпы. Не деп айтушы еді? Терминалдар. Қол жетімді ғой қазір, шын айтса. Жастарға қол жетімді. Ол қаншалықты заңды жалпы? Енді негізінде несие беру, қателеспесем, 21 жастан басталады. 18 толасаған балаларға бермейді. Қазір 21 жасқа толған кезде бірақ алады. Енді заңдылығын енді адамның өзі алып, ақшасын өзі жаратып отырғаннан кейін енді оны
өзі де білді ғой бұл балалар жастар неге бара жатқанын. Бірақ енді қазір жаңа мен сізге айтыпаттым ғой, қазір бізде мына кейбір қылмыс басқармаларының жұмысында көп кездеседі дроп деген сөз бар, термин. Дроп деген ол жаңағы өзіне тиесілі есеп шотты алып біреуге сатып жіберу, өзіне бір пайда көру мақсатында сатып жіберген адамдарды біз дроп дейміз. Осы қазір жастар көп осы дроп болып көбісі жаңағыдай қасіретін көріп жатыр. Неге десеңіз, мен сізге жаңа айттым ғой, егер сен өзің дроп болып өзіңе тиесілі есеп шотты біреуге сатасың, содан пайда көресің, бірақ сенің есеп шотын сатып алған алаяқтар сенің есеп шотыңды пайдаланып өзінің қитұрқы әрекетін жүзеге асырған барысында, мысалы сіздің есеп шотыңыздан 10 миллион өтсе, допустим 10 миллионды ертең сізден өндіріп алуға жәбірленушінің толыққанды құқығы бар. Қазір бізге мысалы келіп жатыр жас балалар, өстіп есеп шотын беріп қойған едім, мен үстімен арыз жазыпты, Батыс Қазақстан облысының полиция қызметкерлері звондап жатыр деп бізге келеді. Біз сол жақтағы әріптестерімізге шықсақ, расымен де расталады. Есеп шотын біреуге сатып қойған, соның есеп шотын пайдаланып алаяқтар осы жақтағы жәбірленушілердің ақшасын айналдырып өткізген сол есеп шоттан. Түбінде ол кісілер азаматтық іспен азаматтық сотқа барып жүгініп, адвокатын жалдап, оны қазір өндіріп жатқан адамдар бар. Сол жастарға айтарымыз, енді біліп жүрсе есеп шоттарын, қазір соңғы бір-екі жылда сол не болып кетті, қатты қарқынды дамып кетті да. Қазір студенттердің бәріне барсан, бәрі біледі. Солай ақша табуға болады екен. Ол өзі тапқаны ештеңе емес, ол қасында достарын, жаңағы бұрынғы сыныптастарын, группаластарын сондайға тартады ғой, көрдіңіз бе? Ал енді досын тартқаннан кейін, досы енді айтады, мен енді 50 мың теңге пайда көрдім, сен де көре аласың ғой, давай жүрсеңші деп сияқты, сондай қызықтырады да. Артында екеуі де саусақтарын тістеп отырады, өкініп. А уже болары болып, бояу сынып болғаннан кейін уже артқа уже жол жоқ. Оны ертең өндіріп алам десе, жәбірленуші заңның аясында толыққанды құқығы бар, өндіріп жатыр. Сол жастарға енді қазіргі таңда есеп шоттармен ойнамасын дегіміз келеді. Есеп шот ол ойыншық емес. Ол қазір білінбейді, кейін ол студент болады, басқа жоғарғы оқу орынға түседі, ол жақта стипендия түседі, ол оқуын бітіргеннен кейін ертең жұмысқа орналасады. Қазір барлық жерде электронды есеп шотпен аламыз ғой жалақыны. Ешкім қазір бухгалтериядан барып бұрынғыдай қолма-қол алмайды. Барлығы сол есеп шотпен, аударыммен. Ол сізге өндіріп алу туралы сізге уже түсті ма, болды. Ол түбінде хоть қанша уақыт өтсе де ол өндіріп алады. Болашақта ол оның өтемін береді, әлбетте. Сол үшін қандай да бір іске барғанда кішкене сақ жүрген дұрыс. Есеп шоттарын көп адамға бермеу керек. Жалпы мына Каспий KZ деп жатамыз, банк карточкалары, халық банк бар барлығында. Жалпы қаншалықты дұрыс бірнеше ақпарат бір корзинаның ішінде жиналып тұрғаны. Мысалы, Каспий арқылы біз сотталмаған туралы қағазды ала аламыз. Анықтама барлығы, иінім бар, басқасы бар, түгел ақпаратым мен бір корзинада сақталып бір, және оны сол жақта жұмыс істейтін бір адам көре алады да. Қаншалықты ол дұрыс? Біз осы сұрақты, мысалы, Қытай мемлекетінде, басқа мемлекеттерде олай істеу заңсыз болып, жеке басына қол сұғу болып есептеледі. Бізде неге олай емес? Енді осы сұрақты бізде жаңағы дөңгелек стол болады ғой. Сол дөңгелек столға банк қызметкерлері келеді, өкілдері. Сол кезде біз айттық қой. Мысалы, сізге жаңағы алаяқтар хабарласқан кезде сіздің аты жөніңізді, сіздің толық ақпаратыңызды айтады. Сіздің есеп шотыңызда қандай ақша тұрғанын айтады. Енді адам сендіру үшін ондай ақпаратты айту керек. Любом разе, маған да мысалы айтып мен сендіру үшін мен жайлы ақпарат толық айту керек. Мен есеп шотымда қанша ақша тұрғанын. Олар хабарласады, сәлем, жаңағыдай орысша сөйлейді ғой, сәлеметсіз, мен банк қызметкерімін, сіздің есеп шотыңызға алаяқтар шабуыл жасап жатыр. Сіздің атыңыз осындай, есеп шотыңызда депозитіңіз осындай ақша бар екен. Сондай ақпараттарды айтып тұрғаннан кейін енді өзіңізді ар жағын оқып тұрған шығарсыз енді. Ол ақпаратты кім қайдан алады? Соны айтты. Енді ол кісілер қазір осы бағытта жұмыс істеп жатыр. Ол кісілерге де бірнеше хат жолданған болатын. Жаңағындай электрон өздерінің база данных дейді ғой. Сондайға мысалы сіз
өзіңіз банк қызметкері болып менеджер болып жұмыс жасасаңыз, сіздің өзіңіз логин пароліңіз, сіз бір адам жайлы ақпарат көрген болсаңыз, ол сол жерде электрондық ізі қалады. Сізге ертең уже өзіңізге сұрақ туады. Не үшін сіз кірдіңіз, ол адам жайлы білдіңіз, қандай мақсатта білдіңіз. Қазір сол жұмысты күшейтіп жатыр ол кісілер. Ол кісілерге біз бір емес бірнеше хат жаздық, айттық, дөңгелек столда да айттық. Жаңағыдай ақпарат бір жерден кетіп жатыр ғой. Соны алдын алайық деп. Енді интернет желісі болғаннан кейін интернет аясы өте үлкен, өте кең, оның түбін таппайсың. Бір жер болмаса бір жерде шығады, бір жер болмаса бір жерде кетеді. Сондықтан енді заңсыз енді мына жерде отырып бір шешім шығарып біздің айтқанымыз жөн болмас. Әлбетте енді оны қадағалайтын органдар бар ғой, мекемелер. Бірақ ол кісілер де ол біліп отыр ғой, қандай жерден жаңағыдай информация кетіп жатқан, қандай жерден ақпарат кетіп жатқан алдын алып жатыр енді. Жалпы Жетісу облысында кибер қылмыстық істер басқармасында 7 адам жеткілікті ме? Енді біз биыл ашылғанымызға орай қазіргі таңда біздің штатымызды үлкейту жұмысы басшы құрамдар оны қазір ол сұрақпен қолға алып жатыр. Енді қазір енді мына істеліп жатқан, тіркеліп жатқан қылмыстық істердің ең көбі енді күнара тіркелетін осы интернет алаяқтық болып тұр ғой. Енді оны біз ғана көріп отқан жоқпыз, оны барлығы көріп отыр. Біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы да осы биылғы жылы үндеуінде айтқан болатын. Жаңа кейбір қылмыс күшеюіне орай басқа құқық қорғау органдары жаңағы ішкі істер министрлігіне қолдау жасау керек жайлы. Сондай мақсатта енді қазір қолпаштап жатыр ғой. Енді біз басшы құрамдар осы штатты үлкейту мақсатында қазір осы сұрақ бізде қазір актуальны. Енді жылдың соңына дейін бір шешім шығады деген үміттеміз. Қандай мамандар керек жетіспейді? Бізде енді көбіне IT мамандар ғой. IT мамандар керек. Бізде IT мамандар не үшін енді интернет желісінде IP адреспен адамды анықтау, басқа да бағытта керекті ақпаратты алып беру, сондай жұмысқа IT мамандар. Жалпы көрермендерге айтып жібересіз ба? Егер де интернет алаяқтықпен қатысатын болса, қандай қылмыстық іс қозғалады, қанша жылға қамалатындығы, оның арты немен табылатыны? Интернет алаяқтығы бізде негізі Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 190 бабына сай келеді. 190 бабының екінші бөлігі 4 тармағы. Енді әрбір істелген қылмысқа заңмен көрсетілген жазасы бар. Сол үшін бір ондай әрекеттерге бармауны, конечно, бәрін шақырамыз. Өйткені көбіне адамдар айтады, алаяқтармен жұмыс жасағанымыз білмей қалдық деп. Білмей қалғанда есеп шотын, өзіңе тиесілі есеп шотынды біреуге беріп жатқанды уже. Егер ол өзінің жұмысы таза болса, ол сіздің есеп шотыңызды алмайды ғой. Мен мысалы өзім жұмысымды, өзім іс-әрекетімді таза десем, мен өзім есеп шотымен жұмыс істей беремін. Ол біреудікін алып тұрғаннан кейін, әлбетте, конечно. Қанша жылға дейін бас бостандығынан айырылады? Енді ол қылмыстың жасалған ауырлығына орай. Максимум 3 жылдан 7 жылға дейін мысалы. 3 жылдан 7 жылға дейін. Соттың өзінің қарауына көреді ғой, қылмыстың ауырлығына байланысты. Қанша жәбірленушісі бар, материалдық шығыны қанша болды. Соған орай өздері заңның аясында шығарады шешімін. 3 жылдан 7 жылға дейін. Жалпы жұрт айтып жатады, алаяқтар, олар түрмеде де алаяқтар. Яғни бас бостандығынан айырылған азаматтарда түрмеде қапаста отырып ары қарай сол алаяқтықты жалғастырып жүре бере алады дейді. Қаншалықты рас? Енді осы күнге дейін ондай фактілер действительно болған шығар. Но қазір енді өзіңіз ойлаңызшы, сен бас бостандығынан айырылғансың, түзеу мекемесінде жүрсің, сен де ояқта барлығы режиммен, графикпен таңғы 6-та тұрасың, сен ояқта ешкім былай бет-бет жіберіп қоймайды ғой. Ояқта тәртіп бар, өзінің мекеменің өзінің тәртібі бар. Сол тәртіпке бағынып жүргеннен кейін ояқта мекеменің қызметкерлері бар, күні түні түседі 24 сағатқа. Ояқта қызмет 24 сағат тоқтамайды.
түнгісімен күндізгісімен сол сменді қызметін атқарып жүрген қызметкерлер ондайға мүмкіндік бермейді. Ол бірінші ма, екінші, ондай жерлерде ұялы телефонды сет жоқ ол жақта. Өйткені сондай құрылғылар бар, қойып тастаған мекеменің глушитель. Мекеменің маңайына қойып тастайды, болды. Сіз уже ол мекеменің ішіне кірмек түгілі жанына жақындаған кезде сіз уже байқайсыз, өзіңізде уже интернет ұстамай тұрады, сет жоқ. Ондай жерде оны қазір жасау мүмкін емес. Енді бұрындары мүмкін болған шығар, бірақ қазір ондайға қатты қарайды. Қазір ол ұялы телефонмен енді өзің түзеу мекемесінде жатып еще тағы да қылмыстық іс жасап жатсаң, ол уже басынғандық қой. Енді киноларда көрсетеді ғой. Ол негізі миф қой, по идее. Где-то что-то бұрындары болған шығар, қазір енді ондайға мүмкін емес. Жол бермейді ондайға. Бәр жерде қазір тәртіп түзеу мекемесінде ондайға. Жақсы, құрметті Ернат Серікханұлы, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге, түсіндіріп бергеніңізге бізге үлкен рахмет. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Жасай беріңіздер, баса беріңіздер. Рахмет сізді шақыртқандарыңызға. Интернет алаяқтықтың алдын алып, түп тамырымен облысымыздан жойып жібересіздер деген сенімдемін. Рахмет.